Сәлем достар, қалайсыздар менің достарым? Достар, бүгін мен сіздермен бірге Эмадока каналы. Достар, бүгін мен әлімжеттің әлсіздігі деген атты сериал болды. Көріп тұрған шығарсыздар қалай болатынын сериалдың атынан. Достар, енді көрмей жатсыздар, лайк басып кетіңіздер, ал мен киномды бастайын. Ой, таңырыпты ғой. Аделия қызым тұра ғой, сабаққа кешігесің. Маме, сабаққа бармай қойсам бола ма? Неге қызым? Баруым керексің ғой, мұғалім ұрсады ғой маған. Мен барғым келмейді. Неге қызым? Ертең сабақ оқымасаң жұмыссыз, сабақ оқымасаң жұмыссыз қаласың. Жарайды, мама. Міне, өзің кеше істеген пирогты жеп ал. Ал сабаққа баруға кешігіп қалма. Жарайды, мама. Ертерек қайт, жарай ма? Жарайды. Мен сабаққа барғым келмейді. Мен сабаққа барсам, қыздар маған әлімжеттік көрсетеді, сумкамды лақтырады, мазақтайды барлық мектептен көзінше. Амал жоқ, бару керек сабаққа. Жандос балам, тұра ғой. Еті тұрғанның ырысы артық дейді. Тұра ғой балам. Ой, қайырлы таң анашым. Аделия қайда? Сабаққа кетіп қалды. Жарайды. Мен жұмысыма кеттім. Заказ алып қойып едім, бір үйдің надежный потологы сым қапты. Соны дұрыстауым керекпін. Жарайды балам, бірақ сабағын кешігіп қалмаш. Жә, мама, бара беріңіз. Шайыңды дәрежеге қойып берейін. Сосын мен өзім киімдер алғам. Соларды тігейін. Мен кеттім. Жолың болсын балам. Қандай күшті костюм, матасы да жақсы екен. Міне, ақшаңыз. Клиенттеріңіз көп болсын, рахмет. Тағы келіп тұрыңыз. Аха. Ой, бүгін менің кәсібім жүріп жатыр. 4000 теңгеде ақша таптым. Жақсы ғой? Сап қойайын. Почти 40 мыңға жетіп қалдық. Аделия, не үшін сабаққа кешігіп келесің сен өмірі? Анасына көмектесем деген шығар. Дұрыс отыр. Бар енді отыр орныңа. Егер тағы осылай кешігіп келетін болсаң, директор кабинетіне апарам. Жарайды, ағай, кешіріңіз. Ағай демейсің, ағай деген. Пс. Аделия. Пс. Не болды? Не бол? Аделия, неменеге шпор қолданып отырсың? Ұялмайсың ба шпор қолдануға? Ағай, мен алған жоқпын шпорды. Маған бұны Гүлім лақтырып жіберді. Гүлім дегенге сенбеймін мен. Ағай, ол маған өтірік жала жаба салды. Ағай, ол өтірік айтады. Шық тез кабинеттен. Ағай, кешіріңізші. Енді соңғы мүмкіндік. Тағы осындай қайталатын болса, енді директордың кабинетінде оқисың. 135-ші параграфтағы 13-ші жаттығуды жаттап жазып келесіңдер. Ой, қоңырау болыпты. Жақсы. Сау болыңдар, апайларың келеді. Сенен бағана мен айыптайсың, типа осындай болып, мен ашуымды келтірмеңдер. Гүлімнің ашуына тиме. Бірақ сен оны лақтырдың ғой, мен емес. Өзім ойның ала салсаң болмай ма соны? Өтірік сүміреңмеші, а? Әкел сумкасын. Аха, қазір. Ашайық сумкасын. Еш нәрсе жоқ қой сумкасында. Қыздар, қойсаңдар сондайларын тиіспейіндер. Аделияға.
О, махаббатын қорға батыр, тоқ махаббат. Адеде жылама. Сумкасын мусорға лақтыр жерек. Қайдағы сумкам? Жоқ, сумкамды лақтырмаңдар. Одан басқа менің сумкам жоқ қой. Фу, мусордағы жатқан сумкасын алып алды. Фу, не деген жеркенішті. Фу. Мә, қыздар қалай наумен оқып жүрміз? Иә. Адере саған ештеңе болмады ма? Ойымдама, Ернар, ештеңе болған жоқ. Жақсы, олар сондай қыздар. Саған көшіп келгелі бері осы жаққа саған маза бермеді ғой? Может, мұғалімге айтарсың? Жоқ, айтпай-ақ қояйын. Айтсам, тағы мені ұруы мүмкін. Осы емес па шашымды қиып тастаған? Алдымен бір рет мұғалімге айтып едім, шашымды қиып тастаған жоқ қой мектептің артына барып. Жарайды, бірақ сен уайымдаймын. Уайымдамай-ақ қой, Ернар, сабағыңды оқи бер. Және сезіп жатса, айтпай-ақ қойшы ештеңе. Мен өз өзіме жауап бере аламын. Жарайды, өзіңе абай болып жүр.